орталық базар. Біздің Қазақстандағыдай екен ғой. Барлығы сондай. Тек жабайы сауда дейма бұны? жабайы сауда дейді. Тек жері асфальт болатыны болмаса, тап-таза, е? Машина көрады екен, базардың ше. Өзі былай Мына жақтарға кіріп көрмейміз ба? жаққа топ қоймыз ба? Давай, кеттік. Перчатки дейді. Коттаж спорт дейді. Оптика, хлеб. На та приправа. Мына жерде не сатады? Бұларда сезон деген понятие жоқ қой деймін, байқайсың ба? Сата бере ма бүкіл затты? Күлге жаңа шлепка тұрды ғой. Шлепка, жаздық киімдер ше. Біздің саудагерлер сезонмен ғой, е? Сезон-сезонмен ғой. Шлепканы тықсайды да қысқа аяқ киімдерді алып шығады. Мыняқта жаңа садогород тұр, неше тұр садогород тұнжық ортасында. Кім үйге отыр оны, үйге отыр. Посуда. Базар дейсі бүкіл жерде бір дейма дейм, е? Ай, жүр бұлай кірейін. Барлығы сол бірдей киімдер. Ешқандай өзгеріс жоқ. Мынау енді біздің барахолка сияқты екен, е? Алматыдағы. Барлығы сатады. Достар, біз негізіне елге алып баратын магнитик, болмаса брелок, Украина, Киев, Харьков деген сияқты магнитиктер іздеп жүрік. Мынаның ішінде магнитиктер жоқ, ол киімдер. Бұл бір қой, бұл базар ғой. Бәрі бағыз жақсы. Сұрақ көргеніміз бе? Біз ол үшін андай бір құрал саймандар сататын жаққа шығу керекпіз. Не бір аксессуарный, Мынау. Бұндай сағат бәрі ме? Бұндай сағат болды енді. СССРдің сағаты бұл. Тықылдаған кезде ұйықтай алмайсың. Мыналары. Тиындар. Сағатта былай қанша. Сағаттар өте көп. Мынау ордендер. Бір атамызды тонап кеткен ау мыналар. Тапсыратын болып тұр ғой, ақшасы жоқ. Солай болып тұр ғой. Керек болады. Лампы дейді. Здравствуйте. Сантехника. Юра Постовинський написав: «Привіт, Парчик, привіт, Автодор і його парню Тимофею Насмиру». Бұл жақтан ештеңе таба алмайтын сияқтымыз осы. Мына жер Алиэкспресс болып жатыр. Харьков, Киев такого нету? Харьков есть. Киев есть? Нету Киева. Почем Харьков? 15 гривен. Можешь писать? 15 гривен. Ал болчыш? Харьков, Киев, кажется. Біреуін алып ал. Естелікке менде бар үйде. Киевті сатпайды, бұяқта айтып тұрмын ғой. А ваша девушка здесь продается Киев? Навряд ли. Они айтып тұрмын. Думаю, нет. Потому что город Харьков, да?
15 гривен қанша бізше? 15 гривен, 160, 200 теңге примерно. Ала қойшыш, біреуін. Алла, Үйге холодильникке жабыстырып қоясыңдар. привет. Осының қайсысы дейм екен. Мына, Робыш. Мынау жақсы сияқты ма? ол церковь қой. Ол церковь қой. Мынаны алшыш, мына церковь без. Украинаның флагы ғой. Иә, осыны алшыш. Жарық болсын. Мынау болады вокзал. Дұрыс. Вокзал ма? Иә, вокзал. Осыны алшыш. Церковьтен гөрі. Высота брусков. Так. Ну такое, как они все, они у меня все одинаковые, кроме одного. 15 деді ма? Да, чтобы слаживался. Высота бруска меня интересует. И все. Ұшып келіп жатыр значит, да? Там жабайы үйректер ғой мынау. Иә. Шынымен де, иә? Не бар, аяғым. Мына жерде сулар көп. Бұл жақта қарға тұз себеді, мұзға тұз себеді. Мына аяқ киімді көрдіңіздер ма? Мына көп болса бір айға шыдайды да, сосын тесіліп қалады ғой тұздан. Қандай салқын суға түсіп жатыр, иә? Не деген үйректер. Шығып кетпесін телефон. Май десең он. Мынау платный екен. Ой, Иә, ладно, сейчас. платный әлі. Білмеймін. Здравствуйте, это платный парк? Вход свободный. А, все, спасибо. Мә. Достар, қайырлы кеш. Біз Fantasy Park деген тамаша саябаққа келдік. Сіздерді көрсетейін. Ғажайыпқа толы саябақ. Артем, пошли, там прикольные там со мной. Давай, быстрее, быстрее. Не деген керемет. Чуть больше, я руку вытягиваю. Не холодно? Барлығы келіп, отбасылық суретке түсіп жатыр. Мен ойлаймын да бізде. Мен өзім Ақтөбе қаласында тұрамын. Ақтөбе қаласынан осындай парк неге ашпасқа. Бірақ Ақтөбе қаласында бұндай саябақ бір 30-50 миллионнан бір шығады ғой. Бұлай қарап тұрсаң, мынау Алиэкспресстен алып алсаң арзанға шығатын светодиодтар. Бір мультфильмге кіріп кеткендей сияқтысың, иә? Ашып жүргендер рас, прикольный ашып жүргендер. Мына жерде көбедек сияқты. Ұшып жүрген сияқты. Солай там, просто это. Стоит так дорого. Не деген керемет.
мына жаққа. Ақтауда ма еді? Розаларды әкеліп қоятын. Иә. Ақтауда 50 миллионға ма? 50 миллионға. Ақтауда роза әкеліп қойып. Еще жасамай қала ма? Жанбайды ол. Жанбай қала. Мынаны көрсе ақтаулықтар көздеріне жас келетін шығар. Мына жерде ай 20 әлде. Ай ғой. Достар, қалай ойлайсыздар? Комментария жазып кетіңіздер. Осындай түрлі түсті шамдармен саябақты әрлеп қойса барар ма едіңіздер біздің елімізде? Мен ойлаймын, бұл өте біріншіден арзан, екіншіден көңілді көтеретін саябақ болады. Ғажайып ертегіге кіріп кеткендей боласың. Мына жерде үкілер отыр, иә? Үкілер. Көздер жанаты шу, көздерін қара. Ар жағынан қарасаң көздер жанаты бар. Көрдің бе? Ар жағынан барып көреміз бе? Айналып келейік, иә бұлай? Айналып келейік. Айналып келейік. Қазақстанда осындай парк болса барар ма едің? Барам. Көңіл көтереді, ә? Күшті. Демалдыртады адамды. Иә. Атмосферасы болады. Это мандала. Не зат? Мандала дейді бұндай зат. Мандала? Да. Бұның ерекшелігі неде? Бұның ерекшелігі әр адамның психологический мандаласы болады. Өзіне көзіне демалтатын, өз цветтерін таңдап бояуға болады. Мысалы, заказ беруге болады, бұндайды үйге қойып. Привлекает на удачу, на любовь, сондайлар. Они на жерде тоже тұр. Иә, барлық жерге сондай қойып қойған. Мен түсінгенім, бұл жерде бұл саябақтан әркім өзіне керек түсін алады, иә? Фантазия. Иә, фантазия, иә. Погружение в мир себя, ғой. Иә. Өзіңнің қиялыңдағы ғажайып әлемге кіргізетін осындай саябақ, енгізетін саябақ. Мама, смотри, какой зал! Жаңғырық шығатын стекло екен. Мына жерде не сатып жатыр барлығы. Таласып, тармасып бірдеңе алып жатыр. Я, достар, осындай кешкі серуен болды. Комментарий жазыңыздар, лайк басыңыздар. Осындай саябақтар ұнаса, өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Бұлай қарап тұрсаңыздар, шамдарды толтырып, бұлай жарқыратып қою ондай қымбат емес. Осындай әдемі саябақтарды безендірсе, нұр үстіне нұр болар еді. Біздің қалаларымыздағы саябақтар көркейе түсіреді деп ойлаймын. Қарапайым міне жерге қойып қойған шамдарды мынандай.
Да, там можно сколько оставить, говорит. Сколько не жалуется? Да. Камень тиін дұрау, қазір беріп кетейінші. Ой, ты молодец. Шасын ба? Второй дайте. Второй. О! О! Все, вот это самый раз. Зефир только как птичье молоко, только не молоко. Достар қалай? Көрініп тұр ма? Нормальный бірақ беріңдер. Ой, Все, давайте. все, спасибо. О, ну, как его кидать-то? То я знаю, у вас певец есть один. Оба! Какой певец? Димаш есть? Димаш Кудайбергенов? Да. А, еще боксер из Головки. Головкин есть Он там. больше на русского похож. Да. Вам тоже ставьте такую ладошку? Нет, таксистский тоже. Мына үйдің дәл ортасында температура көрсетіп тұр, ауа райын. Астында сағаты бар. Я осындай Харьков қаласында әдемі безендірілген жерлер өте көп. Қалаға мән беріп, сән беріп тұратын ол әрине осындай шамдар. Шам неғұрлым көп болса, қаланың анау-мынау жерлері көрінбей әдемі болып тұрады. Мына Камары. 21 жылға примерно, 20-21-лер. Камары. Мына Мустанг Форд. Шелби екеуі көп бірдей. О, мынау қазақтардың айдайтын машинасы ғой, нағыз. Мустанг па? Иә, Мустанг Шелби. Мынау эмблемасы түсіп қалған ба, әлде черный ма? Қара, мат қараға бояған бұны. Мынау 223-ші кузов, соңғы кузов нені, Мерстің. С-классын ше. Ішінде адам көріп тұр ғой, біз әңгіме етпейтін шығар. Шығып келе жатыр уже. 223 мына BMW семерка. Соның несі? Екі бір-біріне енді не ғой? Конкурент машиналар. Мерседес па? Porsche. Көне Porsche, сөз ішінде 911. 911 ау деймін. $29,000 дейді. $29,000. Ол теңгеге ауыстырғанда қанша? Ой, біраз ақша болып тұр ғой бұл. 12 литрлік АКП задний дейді. Audi RS. Audi. Ценасын қарайық. $69,000. 69 мы? Бұйырса мінесің. BMW Бұл баяғы серия, бұл шестерка бар, если не ошибаюсь. 26,900. Осындай. Мынау да керемет BMW көк түсті. $45,000. Мини Купер бар екен алда. Мынау да BMW Эскалейт жақыннан көресің 29,500. ба? Не ғой бұл? Туарек па? Жоқ, бұл Туарек емес, басқасы ғой. Американский рынокқа арналған Volkswagen мына екеуі. Міне қазақтың машинасы арманы. Кәне. Camry. Таза жетістік Евротей. Байқасаңыздар, Camry Украинада өте аз. Бұл жақта Германия, яғни BMW, Mercedes-тер көп. $19,900. BMW, міне Lexus-тар бар екен. Lexus-ты көрсетейін қазір сіздерге. $23,000. Lexus. Dodge Challenger. Dodge. Мынау американский машина ғой, иә? Таза Dodge. Американский, да? Таза американский. Dodge'дар. Міне. Алдын өзің қарашы кәдімгі. $28,000. Артын көрсетейін. Бұл деген бұл машинаны сатып алсаңыздар Голливудта жүресіздер. Бұлар бар, новый қайсысы. Мына жерде Мини Купер. Мини Купер Американец. американский $16,500. Мына
No, до рестайл, но после рестайл. О, міне. Мына досым барлығын біледі машина туралы негізі. Барлығын білмеймін мен. Иә. Ну, мықты енді, мықты машиналар бар. Өзіме ұнайды дейді, білмеймін. Қалың жұрт не айтатын енді. Қазақстан. Мынау джиппо тоже, шағын түрі. Джип Широкиге шығаратын машиналардың сол джип деген модельдері бар. 14.500 доллар. Не айтамын да, бека? Қараш. Дәл сондай джип. Біреудің камерамен түсіріп жатқан, мынау под камера охрана тұрған да машина енді. Иә. Біз кіріп спокойно түсіріп жатық та. Охранник көзді көрді, бірақ дымаймын айтқан жоқ. Білмеймін, Қазақстанда неге бұлай осындай түсірсек болды, тек жақындап жетіп кететін ше. Я достар, менің досымның айтып жатқаны, біз манадан бері супермаркетте түсіріп жүрміз, енді қорқып тығылып түсіріп жүрміз ғой. Мега центрлерге кіріп жүрміз, торговый центрлерге. Және де мына жердің өзі уже жабылып қалған, жаңа көріп тұрсыздар қызыл решеткалармен. Бірақ охранник көріп тұр біздің видеоға түсіріп жүргенімізді. Келмейді да ешқандай охранник. Неге сендер түсіресіңдер деп, иә. Просто біз ең бастысы ұрлап жатқан жоқпыз, тиісіп жатқан жоқпыз, соны көріп тұр. Ол ішінен шықпай отыр. Мен айтамын, не деген? Қауіп жоқ ешқандай. Иә, бізден қауіп жоқ, сондай сенімділік та. Біздің білесіздер ғой қазақта, камераны алып шықсаң біттің. Бір ұлан асыр, айқай шу, неге түсіріп жатсың, не үшін, не себеп деген сұрақтармен қояды да, ең соңында түсіруге болмайды дейді. Соттан бір шығарады. Турция? Турциядан келген болу керек походу. Неге? Стамбул деп тұр артындағы аты номері. Еш турецкий номермен Стамбул деп тұр. Жоқ, бұл номер емес сияқты ғой, бұл наклейка сияқты. Жоқ, номер, таза номер. Стамбул деп тұр. Но Каррера кәдімгі. Ау. Самое ғой, не ғой? Бесключевой доступ. Но 7-местный. 7 адамды артында тонировкадан қарасаң көрінеді. Мұндай Кияны бірінші рет көріп тұрмын. Но Кия не ғой? Полиция етпе, не болды? Мүмкін біздің Қазақстанда бар ма осындай машина? Жоқ. Тилурайт деген білмеймін, мен ондай көрген жоқ. Бұл американский рынокқа тоже. Қазақстанда осындай машина болатын болса, жазып кетіңдер. Бізде барды. Тесла бөлек қой. Мынау үстіге қарай ашылады. Біз кәдімгідей енді. Осы YouTube блогты қарап отқан адамдар, машинаны қатты білетін адамдар болса, айып етпеңіздер. Енді біз машинадан шамалы ондай мықты хабарымыз жоқ. Сіздер көрсін, білсін деп түсіріп жатырмыз. Я, мына жақта көреміз ба? X6 бар, 2X6 көріп тұрмын. Мынау Porsche Cayenne? Cayenne, либо Кайман. Кайман шығар. Кайман сияқты Қытайда ол. Мынау енді ML бұл енді бәрі біледі көбісі. Иә. Мынау X6. X6, я бар ғой біздің Қазақстанда. Бұл жақта толып жүрсің арасында бұл. Мынау Infiniti. Бұл модель көп жоқ бұл. Бұл Subaru Tribeca шығар. Subaru Tribeca. Мүмкін білмеймін, түрі ұқсамайды. Мынау Mercedes ML тоже дәл сондай. ML. Неше? 17.500 доллар. Мынау Nissan Nissan Qashqai ғой бұл. Qashqai емес мынау? X-Trail ғой бұл. Жоқ. Бұл X-Trail ғой Qashqai. 15.300 доллар. X-Trail'ды көзін жасалған, бірақ не ғой бұл? Американский руль дейін ба, бір істеген адам. Но Qashqai енді. Но Qashqai, иә. Бұл Qashqai көрініп тұр. 17.500 доллар. Екі есікті Lexus. Екі есікті Lexus. LS емес. 14.100. Осындай әдемі көңіл күймен біз бүгінгі автокөлік шеруін аяқтаймыз. Алынбаған ба несі? Машиналардың сыртын және ценаларын көрсеттік. Нұрым қымбаттау ма екен? Оны доллармен енді қиындау есептеу, оны Қазақстан теңгесіне ауыстырсан. Бірақ жаңа есептеп көрдік, жаңағы не? 223-ші кузовтағы 65 мың доллар тұрап тұр, ол бізде 28 миллион теңге. Енді ақшасы бар адамдар мінеді ғой енді ол машина.